Баршаңызға сәлем. Бүгін қазақтың ұлттық тағамының бірі өрме төстікті бірге дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең басты керегі қойдың төс еті, яғни төс етінің етегі қажет болады. Оған біз маринад жасаймыз, яғни чеснокқа, қара бұрыш, паприка. Егер етіңіз тұздалмаса, тұз қосып жіберіңіз. Менікі тұздалған болған соң, мен тұз қосқан жоқпын, және де сұйық май қостым. Дайын болған соусымызды етімізге әдемілеп жағамыз. Дәл видеодағыдай жағып шықсаңыздар, сонда соус деген барлық етке әбден сіңеді. Көріп тұрғаныңыздағыдай, еттің әрбір тесігіне, әрбір қырына соусты міндетті түрде дұрыстап жағу қажет. Сонда етіміз өте дәмді шығады. Екінші бетінде аударып аламыз да, ыдысымызға қойып, жаңағы соусты қолмен әбден ысқылап тұрып, толықтай етімізге сіңгенге дейін жағып шығамыз. Дайын болған етімізді бір жарты сағатқа холодильникке салып қойыңыздар. Сонда соус әбден етке сіңуі қажет. Етті холодильникке қойып қойғанын пайдаланып, шекті өріп шығамыз. Мен осылай төс етін екіге бөлдім, менің шектерім қысқа болып қапты, сондықтан да екіге бөліп алдым төс етті. Егер сіздердің шектеріңіз ұзын болған жағдайда, төсті бөлудің қажеті жоқ. Шектің өрілу тәсілі менің каналымда бар. Қазір сілтемесін тастап кетемін, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Әбден нығыздап орналастырамыз. Біраз уақытты алады. Шекпен жұмыс істеу өте қиын. Қолда сырғып, жұмыс істеуге кішкене кедергі келтіреді. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қонақ күткен жағдайда өте дастарханда әдемі көрінетін тағамдардың бірі болып саналады. Каналыма тіркеліп, қасында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!